Ақиық ақын құс миллион ұрқасым. Емелтауда әлмисақтан ел болған, сақ қорғаны ел иесі сол болған. Дәуірлердің тұяғынан маңғалған, қалмақ емел қалды мекен жоңғарда. Көктүріктің айдарында Емелтау, дәуірлердің ойларында Емелтау. Абылайдың мамырсуын ту еткен Аягөздің айбарындай Емелтау деген өлең жолдары кейінгі жас ұрпаққа ерекше рух береді. Емелтау ауылы Жақпар тасты, биік таулардың қойнауында, Қотанемел тауының етегінде орналасқан. Таудың биіктігі теңіз деңгейімен 1089 метр. Емелтау ауылы 1966 жылы Шұбартау ауданы, Шұбартау қой совхозы болып құрылды. Шұбартау қой совхозы 1994 жылы жекеленуге жіберілді. Емелтау ауылы шаруашылық кәсіпорны болып құрылды. 1996 жылы кәсіпорын таратылып үлкен ауылға айналды. Тау баурайында Жылыбұлақ деген шипалы бұлақ бар. Бұлақ суы қыс мезгілінде де қатпай, ол бұрқырап ағып жатады. Емелтау ауылында бірнеше шақырым жерде тасқора және шарық алтын шығаратын кен орындары орналасқан. Абай облысы Аягөз ауданы Емелтау ауылындағы Төлекөбдіков атындағы жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Тарих өткеннің куәгері, шындықтың шырайы, жанды жүрегі, өмір ұстасы, көненің хабаршысы. Цицерон. Маған бүгін керек емес ертегі, ертегіні балам өзі шертеді. Тарих керек іргетасы қазақтың, іргетассыз қаланбайды ертеңі. Тәуелсіз еліміздің ашық аспан аясында, Емелтаудың баурайында орналасқан, болашағына сеніммен қарайтын, шығармашылық пен еңбек етіп жатқан Аягөз ауданындағы мектептердің бірі де бірегейі Төлекөбдіков атындағы жалпы орта білім беретін мектеп. 57 жылдық тарихы бар іргетасы сонау 1966 жылы қаланып, Шұбартау 4 жылдық бастауыш мектеп болып құрылды. 1967 жылы Шұбартау 8 жылдық мектебі, 1974 жылы Шұбартау орта мектебі, 1991 жылы жергілікті халық ақыны Төлекөбдіковтің есімімен аталды. 2010 жылы Төлекөбдіков атындағы орта мектебі, коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 2012 жылы Төлекөбдіков атындағы жалпы білім беретін орта мектеп, коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 2021 жылы Төлекөбдіков атындағы жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып аталды. 1966-1979 жылдар аралығында мектеп басшысы Жауғашаров Рымжан Молдақашұлының қызметінің мектеп үшін тарихы өте зор. Ол кісінің қарапайымда, білімді, өнегелі жолында көптеген мектеп түлектері білім алды. Және қазіргі таңда ол кісінің еңбегі жайлы ауылдағы түлектеріміз бен орта буын өкілдері еске алып әңгімелейді. 1979, 1986 және 1993-2010 жылдар аралығында мектепті басқарған Төртенов Оралбек Төртенұлының ұстаздық өмірін ауыл мектебінің білімі мен сапасын арттыру үшін арнағанын біз мақтанышпен айтамыз. Мектеп үшін көп еңбек сіңірген басшымыз ата-анасымен де, әріптестерімен де, шәкірттерімен де басшы ретінде емес, қарапайым ұстаз ретінде жақсы араласты. 1981 жылы Қазақ-СССР білім беру ісінің үздігі медалімен марапатталды. 1986-1988 жылдар аралығында мектепті басқарған Сматаев Имкен Сматайұлы ауылдың байырғы тұрғындарымен ұстаздарының есімде ерекше сақталған. Мектеп десе ішкен асын жерге қоятын, өзін мектеп жолында құрбан еткен, іскерлік талабы мен тәлімі жеке ерекше ұстаз. КСРО және Қазақстан Республикасының білім беру ісінің озық қызметкері төсбелгісімен марапатталған. 1988-1993 жылы аралығында Жүнісов Серікхан Әуесханұлы мектепті басқарды. Ол кісі өзінің біліктілігімен және қарапайымдылығымен педагогтық қызметін осы мектебімізде жалғастырды.
маңызды және жетілдірді. Атқарған білімді де білікті істері ұшан теңіз. Ол кісінің тұсында оқушы саны да артып, кадрлар саны да көбейді. 2010 жылдан бері мектептің тізгінін осы мектептің түлегі 15 жыл мектеп директорының орынбасары болып істеген білімді, білікті басшы Иманғалиева Анар Маратқызы басқарып келеді. Басшы ретінде жаңаша оқыту бағдарламасымен, айқын бастамасымен біздің мектепті республикалық деңгейлерге жеткізді. Республикалық басшылардың бағдарламасымен озық технологияны мектеп табалдырығында жетілдірді. Және республикалық басшылардың білімін жетілдіру курсынан өтіп, мектептің дамуына көшбасшылық қызметін жасауда. 2011 жылы мектеп жанынан Балбөбек шағын орталығы ашылды. Онда 25 тәрбиеленушіден тұратын аралас бір топ тәрбиеленуде. Алғаш тәрбиешісі болып ауылымыздың тұрғыны Жолдыбалин Айгүл Махамбетқызы орналасты. Тәуелсіз еліміздің ұрпақтарына тағылымды тәрбие, өнегелі үлгінің дәріптей білді. Тәжірибелі маман бар уақытын тәрбиеленушілердің дамуына арнаған. Ата-аналардың, әріптестерінің алғысына бөленген еңбекқор жан. Мектептің дамуына, заман ағымына сай еңбек етіп, өз үлестерін қосқан тәжірибелі аға ұстаздарымыз да бар. Олар Сағымбеков Әшім, Жұмаділова Гаухар, Агаева Гүлжихан, Абдрахманова Қайша сынды білікті ұстаздарымыз ұзақ уақыт бойы мектебімізде тәлім-тәрбие берді. Оның айқын дәлелі қазіргі мектебіміздегі ұлағатты ұстаздарымыздың 50% осы ұстаздардың түлектері болып саналады. Біз аға ұстаздарымызды мақтаныш етеміз. Және зейнет жасында ардагер ұстаздарымыздың жақсы демалып, ұзақ ғұмыр жасай беруіне тілектеспіз. Бала тәрбиесінде бүгінгі күнде зейнеткерлік жасқа жақындап қалған және зейнеткерлік жасқа шыққан мұғалімдеріміз де қаншама. Оның бірі 39 жыл еңбек етіп, осы мектебіміздегі бастауыш сыныптарын алға жетілдіре білген мұғаліміміз Машарбаева Гүлманат Төкенқызы. Және музыка пән мұғалімі, психолог Шаштина Гүлбашын Марқызқызы. Мектепке қосқан еңбектері орасан зор. Кәсіби білікті ұстаздарымыз Серіков Асланбек, педагог зерттеушісі санатында, Машарбаев Болат, Аубакирова Қаймекен, Азизова Меруерт шығармашылықтармен еңбек етіп, оқушыларын мектеп тәрбиесін көтеріп отыр. Серіков Асланбек тарих пән мұғалімі, мектепте дебат клубының жетекшісі. Мектепте барлық оқушыларды дебатқа, жеке пікірталасқа баулып жүрген біздің ұлағатты ұстазымыз. Біздің мектебіміз үздік ауыл мектебі ауласы 2021 жыл жүлдесінен 2-ші орын жеңіп алды. Мектебіміздің жыл сайын гүлзарларына жеке көңіл бөлінеді. Бөлөкөптік атындағы Абай облысы білім басқармасы өз ауданы бойынша білім бөліміне қарасты Бөлөкөптік атындағы жалпы мемлекеттік орта мектебі Алматылық мемлекеттік мекемесі бүгінгі заманауи үрдісте заман талабына сай қызметін жалғастыруда. Мектеп кемей білім тегіз деген осы киелі мекен білім ордасы 27 жылдық тарихы бар. Бүгінгі таңда оқушыларымызға, шәкірттерімізге білім нәрімен сусындатып жатқан, кәсіби біліктілігі жоғары ұстаздар қызмет жасайды. Бүгінгі таңда 18 ұстаз, 3 тәрбиеші қызмет жасауда. Және мектеп жанынан ашылған шағын Балбөбек шағын орталық жұмыс жасайды. 2011 жылы ашылған 25 баладан тұратын аралас бір топ
тәрбиеленушілері бүгінгі заман талабына сай тәрбиеленуде. Енді мектептің ұстаздарының құрамы бойынша, педагогтардың құрамы бойынша тоқталатын болсақ, 18 ұстаздың барлығы да жоғарғы білімді ұстаздар. Қазіргі квалификациялық біліктілік санаты бойынша зерттеуші тобында 4 мұғалім, сарапшы тобында 4 мұғалім, 3 модератор, 57% білім кәсіби біліктілік бойынша жоғары көрсеткіш көрсетіп отыр. Жылда педагогтарымыз кәсіби біліктілігін жетілдіру курсынан өтеді. Перспективалық жоспарға сай аттестациялаудан өтіп жатады мемлекеттік. Биылғы жылы мектебіміз біздің мемлекеттік аттестациялаудан өтіп, өзіне тиісті жоғары бағасын алып отыр. Енді шәкірттеріміз тәрбиелеп жатқан түрлі білім сайыстарына, интеллектуалдық білім сайыстарына, олимпиадаларға, халықаралық облыстық сайыстарға қатысып, жеңімпаз атануда. Осы жеңімпаздарды дайындауда бізде мектебімізде үлгілі, кәсіби шеберлігі басым ұстаздар қызмет жасайды. Атап айтарлық болсақ, бастауыш сыныптарына зейнеткерлік жасқа тақап қалған Машербаева Гүлнар Төкенқызын атап айтуға болады. Еңбегі жемісін көрсетіп жатқан. Сол секілді Шаршина Гүлбаршын Марксқызы былтырғы жылы зейнеткерлік жасқа шығып кетсе де, биыл қызмет жасап, әлі ортамызда жас мамандарға өзінің білгенін үйретіп, үгіт насихат жүргізіп, кәсіби біліктілігін арттыруға көмектесіп жатқан бірден-бір жанашыр аға ұстаз деп айтуға болады. Бұған дейін де 57 жыл бойына жұмыс жасаған аға буындар бізге сара жолдарын салып кеткен. Сол бойынша осы мектепте 4 директор осыған дейін қызмет жасаса, олардың ішінде ең ұзақ жылдар қызмет жасаған атап айтқым келеді. 4 Қоралбек Төрденұлы 36 жыл осы мектепте мектеп директоры қызмет жасаған екен. 40 жылдан артық қызмет жасаса, соның көбісі басшылық қызметте атқарылған. Ол кісіге айтар алғысым шексіз. Мен осы мектептің өзі түлегімін. Осы мектептен шыққан бір кезде осы мектептің 90 жылға келдім. Одан бері қарай қызмет жасаудан өтіліп, лауазымды басшысы деген санаттамын қазіргі таңда. Мектебімізді гүлдендіруге, болашағын жасауға, қазіргі жаңаша заманауи үлгідегі сабақтардың жұмысын жасауға, оны атқаруға ұстаздарға көмек беріп осыны келген мүмкіндіктерді республикалық басшылардың білімімізді берген тәрбиемізді дамуымызды жалғастырамыз деген ойдамыз. 2017 жылы мектеп ағымды жөндеуден өткен. Бүгінгі таңда шәкірттеріміз білім алуға толық жағдай жасалған, мектебіміз жарық әрі жылы, жайлы, ыңғайластырылған мектеп.